Егер өзіңді құмар ойыннан қорғағың келсе, 5 нақты қадамды есте сақта. Бірінші қадам – тәуекелді жағдайларды алдын ала тану. Саған ставкалар, казино ойындары, букмекерлік жарнамалар, немесе оңай ақша туралы контент жиі қызық көріне бастаса, бұл қауіп сигналы. Қызығушылық күшейген сәтте өзіңе бір сұрақ қой. Мен ақша табайын деп отырмын ба, әлде эмоция қуып отырмын ба? Екінші қадам – қаржылық шектеу қою. Банк картасын ойын платформаларына байлама. Күмәнді қосымшаларды өшір, онлайн төлемге лимит қой. Ақшаға қолжетімділік қаншалық шектеулі болса, тәуекел де соншалық азаяды. Үшінші қадам – триггерлерден алшақтау. Құмар ойын туралы парақшаларға жазылма, жарнаманы бұғатта. Мұндай әңгімелер жиі айтылатын чаттардан шық. Кейде тәуелділік дәл осындай ұсақ әсерлерден басталады. Төртінші қадам – бос уақытты ауыстыру. Егер адамда зерігу көп болса, қауіпті әдетке орын тез табылады. Спорт, шығармашылық, оқу, тірі қарым-қатынас және нақты мақсаттар миды қауіпсіз жолмен ынталандырады. Бесінші қадам – көмекті ерте сұрау. Егер ойын туралы ой жиілесе, ақша жоғалта бастасаң немесе жасыру пайда болса, үндеме. Ата-анаға, сенетін ересекке, психологқа айт. Мәселені ерте мойындау әлсіздік емес, өзін қорғаудың белгісі. Құмар ойын жеңіс уәде еткенмен көбіне уақытты, ақшаны және ішкі тыныштықты алып кетеді. Өзіңді қорғаудың ең дұрыс жолы шектеу қою, триггерден алшақ болу және уақытында көмек сұрау.